Сіздермен балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз мүмкіндіктер тармағы деп аталады. Бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Қима қағазға 3 сан жаз. Мысалы, 3, 6 және 9. Олардың 3 таңбалы сандар құрастырып, оларды жазуымыз қажет. Әр түрлі неше нұсқа шықты. 3 таңбалы сан дегеніміз 3 саннан құралған. Мысалы, 369 немесе 639 деп әрі қарай кете береді. Енді осы 3 саннан сен қаншалықты 3 таңбалы сан жасай алдың? Соны бірінші табу қажет, жарай ма? Енді мүмкіндіктер тармағы туралы ережені түсіндіре кетейін. Таңдау тәсілін біз мүмкіндіктер тармағы деп аталатын сызбамен ауыстыруға болады екен. Осы тармақтағы әрбір жол шешу нұсқаларының біріне сәйкес келеді. Неше нұсқа болса, сонша тармақ болады. Енді оның шешімдері барлық нұсқасын табуға көмектеседі екен. Мысалы, 369 саны тармақта қызыл түспен көрсетілген дейді. Ал кәнекей, енді қараймыз. Мына 369 қызыл түспен көрсетілген, яғни ол жүздікте, ондықта және бірлікте болуы мүмкін. Енді тармақты қараймыз. 369. Бірінші, мысалы, 369 болуы мүмкін, 396 болуы мүмкін. Енді 6 жүздіктен басталатын. 639, 693. Енді 9 ондықтан басталатын. 936, 963 деген сияқты мүмкіндіктер болады екен. Яғни санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 6 нұсқа болады екен. Екінші тапсырма есепті шығар. Мұқият тыңдаймыз. Асханада түскі астың екінші тамағына ет, балық және қуырдақ, ал тәттіге тоқаш, балмұздақ, жеміс даярланды. Бір екінші және бір тәтті тағамды таңдау арқылы түскі асты таңдаудың әр түрлі, неше түрлі нұсқасын бар деп сұрап тұр. Енді бұның мүмкін тармағын нұсқасын қалай жазамыз? Қараймыз. Сонымен таңғы астың екінші тамағына ет берілген екен, балық және қуырдақ. Енді осыларды біз бір тәтті тағаммен таңдауымыз қажет. Яғни тәтті тағамымыз тоқаш, балмұздақ және жеміс. Ал енді бізге нұсқаларды табу үшін ет пен тоқаш болуы мүмкін, тоқаш пен балық болуы мүмкін, қуырдақ пен тоқаш болуы мүмкін, немесе балмұздақ пен әр, жеміс пен әр болуы мүмкін. Енді қарап тұрсақ, біз 3 екінші тамақпен және 3 тәттімен 9 түрлі нұсқа жасай алады екенбіз. Міне, оның сызбасы мына суретте көрсетілген. Кәнекей, қарасақ, еттің өзін тоқашпен де, балмұздақпен де және жеміспен де қойдық. Тура солай. Балықты қараймыз. Тоқашпен де, балмұздақпен де, жеміспен де. Қуырдақты да тура солай. Міне, енді барлығын санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне, 9 нұсқа пайда болды. Төртінші тапсырмаға қараймыз. АВ кесіндісінің ұзындығы 6 сантиметр. СД кесіндісінің ұзындығы 24 сантиметр. Екінші кесінді бірінші кесіндіден неше ұзын дейді.
Ал енді неше ұзын екенін табу үшін біз үлкен саннан, яғни 24 сантиметрден 6 сантиметрді азайтуымыз қажет. Келесі, 5-ші тапсырма. Біздің сыныпта көптеген қыздар секіртпемен секіргенді және жасырын бақ ойнағанды ұнатады. Сызбаға қарап, сұраққа жауап бер дейді. Ал кәнеки, бірінші сұрақты мен қоямын. Секіртпе, тек қана секіртпені жақсы көретін неше қыз бар екен және аттарын атай ғой. Яғни ол Әсел, Сандуғаш және Нұргүл екен. Ал енді тек қана жасырын бақты жақсы көретін? Әрине. Ал енді жалпы осы жасырын бақты жақсы көретін барлық қыздарды атап шық. Ал енді осы секіртпемен де жасырын бақты да ойнағанды жақсы көретін қанша қыз бар екен? Және олардың аттары кімдер? Тамаша. Енді келесі біздің тапсырмамыз теңдеуді шығар дейді. Ал кәнекей, біз мына теңдеуіміз дұрыс болу үшін не істейміз? Амалды қоямыз және де x-тің мәнін табамыз. Екінші қосылғыш белгісіз, оны табу үшін біз қосындының мәнінен біріншісін азайтамыз. Міне, шыққан мәнді соңында x-тің орнына қойып, міндетті түрде есептеу қажет. Келесі, енді y-қа біз әрине қосамыз, себебі 89-ға қосқанда үлкен сан шығуы қажет. Тура осылай, бірінші қосылғыш белгісіз 689-дан біз 89-ды азайтамыз. Шыққан санды соңынан y-тің орнына қойып, теңдеудің оң жағы мен сол жағын міндетті түрде салыстыру қажет. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.